Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай дәмді салаттың рецептін ұсынамын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Алдымен картопты осылай теркадан өткізіп аламыз. Және қызып тұрған майға аз-аздап салып отырып, сарғайғанша қуырып аламыз. Тауықтың төс етін майдалап төртбұрыштап турап аламыз. Және қатты ірімшікті де солай турап аламыз төртбұрыштап. Тарелканың шет-шетінен бастап тауықтың етін, оның үстіне ірімшік, бетінен кукуруз жүгеріні және үстіне жаңа қуырған картошка фриімізді саламыз. Ортасына майонез сеуіп, бетіне анарды қойып әдемілейміз. Дәмді салатымыз дайын болды. Дәмі үйлесімді болып шығады. Дастарханда да әдемі көрінеді. Ас болсын.